Бұл жердегі судың көлемі 9,4 миллион куб жоспарлап отырмыз. Негізі біз бастапқыда бұдан да үлкен деп жоспарлағанбыз, бірақ мына жерде мұны основной республикалық трасса Ақтөбе Орск. Осы трассаның бойында мына жерде көпір бар кететін. Осының бәрін расчет жасалғанбыз. Себебі үлкен көлемде суды жинайтын болсақ, мына жердегі жолға қауіп әкелуі мүмкін. Яғни бірінші кезекте бізде қауіпсіздік мәселесі тұрады. Сол себепті мына жердегі объемын шамалы төмендетіп түсірдік. Қазір бүгінде 9,4 миллион куб су жинау деп жаңағы жоба бойынша жоспарлап отырмыз. Общий площадь 117 гектарды құрайды болады. Өлкеден неше шақырым? Бұл өлкеден 4 шақырым көлемінде болады. Өлкенің жоғарғы жағында орналасады. Бұл жерде арнайы комиссиямен барып, бұл жерде болатын ең төменгі нүктесін жаңағы тексеріліп, қай жерде су жиналуға болатын, яғни рельеф бойынша мүмкін болатын участоктарда. Водохранилище су қоймасының өзіне келетін болсам, бұл автоматты түрде болады. Яғни бұл жерде адамсыз жұмыс жасайды. Бұл жерде мына, если білсеңіздер, мына Сазды су қоймасы бар, Сазденский водохранилище, сол жерде жаңағы типа ковшовый сияқты келген суды өзінің деңгейінде қабылдай, артық суды транзитіп өткізе береді. Бұл жерде де солай болады. Жаманқарғалы өзені біздерде өте тез ағатын өзендердің бірі, оны білесіздер, бастау арқылы келіп жатыр. Сосын бұл Қарғалы өзеніне құятын болады. Яғни мына өзенде бізде су болады уже жазғы мезгілде. Сосын мына айналасындағы туризмді дамыту, егіншілікті дамыту, суару жұмыстарын жүргізу үшін бұл келешекке салынып жатқан үлкен перспективалық жобалар. Ор өзені, бұл негізі ана жерде Қопа деген ауыл бар, сол тұстарда салынады. Ор өзеніне салынады. Бұл негізі Ақсу елді мекені бар мына жағында. Бұл уже бұның былай қазір мен общий несін түсіндірейін. Мына частьтен бастап, осы тұстан бастап граница бар. Мынау Хромтаудың территориясында болады. Мына створ Хромтаудың территориясына түседі. Водохранилищенің створы мынау, то есть плотинасы деп айтайық жаңағы, основной. Ал қалған мына жерден бастап, былай қарай основной львиная доля Мулачарскерге болады. Екі границада түсіпті. Енді бұның объемы мына жаңағы айтқан неге қарағанда үлкен, бұл 60 миллиондық. Если анау жаңағы 9-3 болатын болса, мынау 60 миллиондық жаңа көп су жинау жоспарлап отырмыз. Бұл енді где-то мынаның төменгі шеткісі Ақсу елді мекенінен 14 шақырым жерге болады.